Сәлем, бүгінгі тақырып storytelling. Storytelling сәнді сөз, өте сәнді. Тіпті мен өзім инстаграмыма digital storyteller деп жазып қойдым. Аты әдемі болғанмен затын білетін адам көп емес. Бүгін сіздерге барынша түсінікті қылып айтып көрейін. Storytelling дегеніміз не? Мен бала күнінде өте мықты storyteller болғам. Анаммен тойға барып, тойдан қайтқан кезде үстелдің үстіне екі әкемді отырғызып қойып, тойда не болғанын дәлме-дәл жеткізіп беретін. Екі әпкем ішіп-пысып тұрып кетпеу үшін тойдағы әрбір детальды, қалыңдықтың көйлегін, фатасы қандай болды, кім қанша ақша, беташарға ақша тастады, тойбастарда не болды, осының бәрін әңгіменің қызықты болуын қадағалап отыратын. Кішкентай кезімнен сторителлинг техникасын меңгеріп тастағам ғой. Сторителлинг қазақшаға аударғанның өзінде әңгіме айту. Бұл аудармаға қарап, кез келген адам сторителлер бола алады. Шынымен ақта кез келген адам өзін сторителлер деп атауы мүмкін, деп айтуға болатындай көріну мүмкін. Дегенмен сторителлингтің нарративтен айырмашылық қандай? Нарратив дегеніміз не? Ағылшын тілінде нарратив ол кәдімгі әңгіме. Дегенмен ағылшын тіліндегі нарратив пен сторителлингтің айырмашылығы бар. Айырмашылығы неде және неліктен кез келген адам сторителлер бола алмайды? Әңгіме айту бізге, адамзатқа ежелден тән. Дегенмен әңгімені әртүрлі айтудың тәсілі бар. Мысалы, мен жаңа атап өткендей, әңгімеге деталь қосу, эмоция шақыру үшін әңгіменің кульминациясын түсіну, басталу мен аяғын дұрыс қоя білу, мұның өзі әңгіменің нарративтен, яғни сторителлингтің нарративтен айырмашылығын айқындайды. Мен сіздерге қарапайым мынадай мысал айтайын. Өзіңіз туралы әңгіме айтып беріңізші. Өзіңіз туралы сторителлинг жасаңызшы. Сіз мүмкін хронологияға жүгінерсіз. Мен 1995 жылы туғам, осындай жерде туғам, оқыдым, бітірдім. Бұл хронологияға негізделген нарратив. Бұл сторителлинг емес. Неліктен? Себебі сіз әңгімені жай өзіңіздің өміріңізден бастадыңыз. Сіз әңгімені мен 2008 жылы ұбт тапсырып, ұбт-дан құлап қалдым деп бастаған жоқсыз, мысалы, я болмаса осыдан 10 жыл бұрын мен балабақшаға барғанда бір жігітке ғашық болып едім деп бастаған жоқсыз. Сондықтан сіздікі тек нарратив. Сторителлинг демек кез келген оқиғаға эмоция қосу, рең беру, детальдар арқылы оны қызығырақ ету. Және тағы бір мәселе, сторителлинг құндылықтарға, идеяға толы. Бұл маркетингте жиі қолданылады. Кез келген идеяны, тауарды, кез келген ойды, құндылықты сату үшін сторителлинг қолданылады. Мысалы, бәрімізге белгілі Холокост кезінде фашистердің еврейлерді қырған туралы трагедиялық тарихи кезең, тарихи оқиға. Бірнеше жыл бұрын мынадай бір қызық жоба болды. Ол Инстаграм, әлеуметтік желіде отыратын миллениалдарға, Z ұрпаққа Холокост туралы түсіндірудің жаңа амалын жүзеге асыратын топ мынадай бір форма ойлап тапты. Олардың зерттеуі бойынша миллениалдар мен Z ұрпақтың 60%-дан көбі Холокост туралы ештеңе білмейді екен. Сондықтан олар фашистердің қолынан қаза тапқан, Освенцим лагерінде қаза тапқан 13 жастағы еврей қызы Ева Хейманның оқиғасын Инстаграмға салады. Бұған не түрткі болды? Ева Хейман өзінің басынан өткізген оқиғаларын күнделігіне жазып отырған. Бірақ осы жобаны жүзеге асырушылар Еваның қолында күнделік емес, телефон болғанда, Инстаграм болғанда қалай болар еді деп қиялдап көріп, Инстаграмға Еваның күнделікті бастан кешкендерін сторис етіп жариялап отырады. Соңғы рет жазба 2020 жылы қалдырылған, одан кейін парақша жаңартылмап, дегенмен актуальный деген тармақшадағы стористерді көрсеңіздер, февральдың, яғни ақпанның 13-нен бастап
маусымға дейін Еваның бастан кешіргендері сториске салынған. Балалық шағы суреттері, ата әжесімен өмірі, міне беймарал кезеңі, Ева өзі әке шешесі айырылысқаннан кейін ата әжесінің қолында өскен. Сондықтан 13 жастағы қыздың кәдімгі беймарал өмірі, күнделікті құрбыларымен ойын сауығы. Бірақ ең бір кульминациялық сәт ол ең алғаш соғыстың басталу сәттерімен Еваның теледидардан күнде Адольф Гитлердің атын естуі. Одан кейін мектептегі келеңсіз жағдайлар, мектепте кей уақыттарда сабақты тоқтатып тастап, ұстаздың оқушылардың бәрін үйге қайтарып жіберуі. Міне тағы видеодан көрсеңіздер болады, көшеде неміс солдаттарының топ-топ болып жүргені, мұның барлығы Еваға, 13 жастағы қызға кәдімгідей өте қарапайым сұрақтар тудырады. Осы бір сәттен кейін, осы бір кульминациядан кейін Еваның трагедиясы басталады. Ол мынау сары жұлдызды көріп тұрсыздар. Бұл еврейлерге тағылған белгі, және Ева осы белгімен еврей болып өмір сүру қаншалықты қиын екенін, күнделікті азабын көрсетеді сторилерінде. Және шынымен табылған күнделік мамыр айында аяқталған. Себебі мамыр айында Еваны Освенцимге алып кеткен. Бірақ стористер маусым айына дейін жалғасқан, және соңғы сторис көрсеңіздер жаңағы Освенцимге алып кетіп бара жатқан вагонның ішінде жасалған сторилер. Бұл сторителлинг неліктен? Бұл жерде оқиғаның басы, кейіпкері, кульминациясы, шешілуі бар, және ең бастысы ой бар, идея бар, құндылық бар. Тағы бір басты дүние call to action, қандай да бір іс-қимылға шақыру бар, қандай да бір ойдың түйуіне әкеледі. Яки бұл сторителлинг, бұл жай ғана әңгіме айту емес, бұл әңгіменің құдіретті айтылуы, бұл қандай да бір идеяның әңгіме арқылы сатылуы, таралуы. Яғни жобаның жетекшілері миллениалдарға, Z ұрпаққа осы Холокост туралы түсіндіруге ниеттенсе, осы мақсаттың орындалғаны я орындалмағаны сторителлинг арқылы жүзеге асыруға тырысқан. Бұл жалпы сторителлинг туралы журналистикадағы сторителлингтің де атқаратын қызмет осындай. Журналистика ақпараттандыру болса, сторителлинг тек қана ақпараттандырмайды, ол ақпаратқа идея қосады, ақпаратқа мән қосады, ақпаратқа эмоция қосады, ақпаратқа деталь қосады. Бұл алдарыңызда Алепподан Австрияға жол тартқан сириялық отбасы туралы. Бұл жердегі басты біз назар аударатын мәселе, бұл сторителлингте ең маңызды дүние ең басында айтылуы керек. Хук, яғни кез келген материалды жасаған кезде сіз назарды бірден аудару үшін маңызды дүниені бірден бересіз. Бұл материалда визуалды көркемдеу, отбасының жолға шығуы, картасы, және те сол жағымызда маршрут, диалогтар, ары қарай оқиға таралып, фотолар арқылы көркемделген. Мұнда идея да бар, мұнда проблема бар, мұнда бір адамның, яғни жалқының негізінде жалпы проблемаға өту бар. Бір отбасы негізінде иммиграцияның проблемасы, босқындардың проблемасы бейнеленген. Мен Америка Құрама Штаттарында оқып жүргенде, маған профессордың бірақ айтқан дүниесі бар етін. Біз тақырып таңдау үстінде отырғанда, Американың почта қызметінің қаншалықты қиын екенін білесіздер. Сіз қандай да бір почтаны алу үшін бірнеше айлап күтесің, өте қиын. Осы жөнінде мен айтқан кезде маған айтқаны бар профессордың: Әлия, егер сен Америкадағы почтаның проблемасын айтқың келсе, тек қана бір хаттың Калифорниядан Нью-Йоркқа сапарын айтсаң жетеді. Сен жаңағы статистиканы, санды, цифрды айтып, қаншалықты бұл проблема өзекті екенін жеткізу онша тиімді емес. Тек қана сен сол бір хаттың соңынан жүріп отырып, сол хаттың басынан кешкен оқиғаларын айтып отырсаң, сен проблеманы кеңірек бересің, және бұл адамға жақынырақ. Өйткені сен әңгіме айтасың. Әңгіме айту арқылы сен проблеманы көрсетесің. Кез келген сторителлингте конфликт болуы тиіс. Себебі конфликтсіз эмоция жоқ, эмоциясыз сторителлингті соңына дейін оқу, тамашалау, көру мүмкін емес. Соңында қимылға, ойға шақыру, call to action. Міне маңызды тұсы осында сторителлинг маркетингте өте мықты қолданылады.
саяси маркетинг, сату, сауда. Сторителлинг сатудың ең тиімді тәсілі. Егер кез келген брендке әңгіме қоспасаң, идея, құндылық қоспасаң, сен ол бренд сата алмайсың, ол брендтің құны жоқ. Мен бірнеше жыл бұрын атақты Nike брендінің негізін қалаушы Фил Найттың кітабын оқығам, осы брендтің қалыптасуы туралы. Біз мынау Nike'дің жай ғана белгісін қарап, мынау бір түсініксіз белгі деп қабылдауымыз мүмкін, бірақ бұл сквош, құстың қанаты. Жалпы жүгіру дегеніміз бұл тәуелсіздік, еркіндікке ұшу, бұл медитация. Еркіндікке ұшу арқылы сен истинный я дейді ғой, өзіңді табасың, өз-өзіңмен әңгімелесесің, өз-өзіңмен биік вибрацияларға шығасың деген сияқты идея төңірегінде осы бренд қапталған, және бұл бренд жақсырақ сатылады. Бұл бренд адамдарға жылулық сыйлайды, себебі кез келген адам брендтен персона көргісі келеді. Мысалдар көп: Coca-Cola, Disneyland, Adidas, барлығының бастан кешкен оқиғасы бар. Жалпы сторителлинг журналистикада, маркетингте, кез келген салада қолданылатын күшті құрал. Бұл тауарды сатуға, идеяны сатуға, құндылықты сатуға таптырмас тәсіл. Сондықтан сторителлинг скиллстарын игеремін десеңіз, төмендегі тегін курстарға жазылыңыздар. Әзірге осы. Сау бол.